2022 жылдың сәуір айынан бастап Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының үкіметтік емес ұйымдары Экобатс бастамасы аясында Shell Қазақстан компаниясы мен азаматтық бастамаларда қолдау орталығының қолдауымен 15 экологиялық жобаны белсенді іске асыруда. Оларды іске асыруға Shell Қазақстан компаниясы 60 миллион теңге көлемінде қаражат бөлді. Атырау облысында Экобатс жобасы аясында үкіметтік емес ұйымның қандай нәтижелерге қол жеткізгендігін бірге көрейік. Атырау облысының өңірінде 4 жоба іске асырылуда. Таң қолдау және даму қоры Эковижн жобасын іске асыруда. Жоба аясында 28 адам қатысқан экобілім беру бойынша тренинг ұйымдастырылды. 2 акция өткізілді. Қоқысты бөлек жинау және суды тиімді пайдалану. Оған 200-ден астам адам қатысты. 6 шеберлік сағаттар ұйымдастырылды. Сондай-ақ әр шеберлік сыныбына 25-тен астам адам және 50 адамның қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Орыс және қазақ тілдерінде қоқысты бөлек жинау және суды тиімді пайдалану атты 2 бейнеролик дайындалды. Қазірдің өзінде оның қаралымы 300-ден астам. Сондай-ақ жоба аясында жаттықтырушылар үшін экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша экологиялық нұсқаулық құрылды. Оған 175 адам ие болды. Жоба аясында жастарды қолдау орталығы қоғамдық бірлестігінің 7-ші спикері Атырау және Құлсары қалаларында номері 7-ші спикер экология зияткерлік конференциясы ұйымдастырылды. Оған 50-ден астам адам қатысты. Экобатс экологиялық бастамасы аясында Құрманғазы туған жер қоғамдық бірлестігі оқушыларға арналған жылыжай салды. Онда оқушыларда экологиялық сананы тәрбиелеу үшін сабақтар мен шеберлік сыныптары өткізіліп жатыр. Алшы әдеби тарихи мәдени қоры Жасыл Атырау жобасын іске асыруда. Жоба аясында 552 көшет және 440 көп жылдық гүл отырғызылды. Жобаға 113 ерікті қатысты. Ағаш күтімі бойынша 76 акция өткізілді. Бұл мемлекеттік емес гранттар Қазақстанның 2060 жылға қарай көміртекті бейтараптығына қол жеткізу стратегиясын ілгерілету болып табылады. Сондай-ақ Shell компаниясының прогреске арналған энергия жаңа стратегиясын қабылдау аясында бөлінді. Экобатс экологиялық бастамасы 2023 жылы Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Атырау облыстарында жалғасын табатын болады.